Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен керемет трендте болып жатқан, хит болып жатқан тары чизкегін дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, астыда подписация бөлімдегі қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, ерекше болып шығатын. Ең алдыменен тарымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. 3-4 мәрте қайталап, оның үстіне ыстық сүтті құйып бұқтырып қоямыз. Бетін жауып, оға дейін ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай сары майымызды ертіп алдық. Оған құмшекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды салып, құмшекерімізді салып, ұнымызды салып, ұнымыздың үстіне бір қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Орташа тығыздықта. Осылай қамыр илеп жатырмын. Біреулер оның орнына талқанмен жасап жатады, болмаса печеньемен алмастырып жатады. Енді сіздер өз қауларыңыз бойынша немен жасасаңыздар да, бірақ қамырмен жасаса өте керемет болып шығады. Енді осыны жақсылап холодильникке салып қоямын. Холодильникке 10 минутқа қалдырамын. Одан кейін салмасын дайындайтын боламын. Қаймағымызды алып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластыратын боламыз. Қаймақтың 20%-тігін алдым. Соны алсаңыздар болады. Болмаса жаңағы қаймақтарыңыздың суы шығып тұрса, суын төкіп тастасаңыздар болады. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне құмшекерімізді салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді тарымызды салатын боламыз. Сүті болса сүзіп аптастаңыздар, сөйтіп құрғақтай қылып салыңыздар. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бұның үстіне крахмал қоссаңыздар өте керемет болады. Сол үшін мен 2 қасық крахмал қостым. 2 қасықтай крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Крахмал қоссаңыздар тарыны ұстап тұрады, ағып кетпей, әдемі болып пісетін болады. Сол үшін крахмалды қосу міндетті. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Араластырып болып, дайындап қойған холодильниктен енді қамырымызды алатын боламыз. Пісіретін ыдысымызды алып, бетіне осылай тегістеп жазып шығатын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Осылай барлығын жайып болғаннан кейін үстіне салмасын саламын. «180 градуста 30-35 минутқа қоятын боламын печкаға. Беті тегіс болу үшін осылай тәпеншелеріңізді осылай қимылдатып, мен видеодағыдай осылай жасаңыздар. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің пирогымыз өте дәмді болып шықты. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Өте жұмсақ, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.